Екі балама қатысты мазалайтын негізгі сұрақ бар. Балаларымның есінде қалай сақталып жатырмыз? Меніңше бұл сұрақ әр ата-ана үшін маңызды болуы тиіс. Баланың есінде қандай ана ретінде сақталамыз? Бақытты, бақытсыз, шаршаған әлде жарқыраған? Әкелер балаларының есінде қалай сақталып жатыр? Анамды жылатпаған, мейірімді, бізге барлығын үйреткен, ылғи жанымызда болған, бар қалауымызды орындаған, әлде керісінше? Ата-анасының қоғамда абыройы қандай? Ата-анасының қоғамның әр мүшесімен қатынас құруы қандай болды? Өскен үйім дегенде жылулық сезімі бар ма, әлде естелігі суық па? Мектептен келгенде ұйықтар алдында ше? Ас үйі, сүйіп жеген тамақтары ше? Барлығымыз жиналатын бөлмедегі тірлік ше? Бауырлар бір-бірінің есінде қалай қалады? Үлкені кішісі үшін, кішісі үлкені үшін ше? Еленбеу, алалану, тыңдамау, кемсіту, ренжіту, көптің ортасында жалғыз сезіну сәттері болмады ма? Балалардың көз алдында біздің бір-бірімізге қатынасымыз қандай? Сыйластық пен жылулықты көріп жүр ме? Біздің ата-анамызға қатынасымыз саналарында қалай жазылып жатыр? Ененің келініне қатынасы немересінің санасында қалай жатталады? Анасының әжесіне қатынасы ше? Мерекелік күндер қалай өтті? Көңілі қалған, сыйлықсыз қалған сәттер болмады ма? Бірге өткізген уақыт ше? Демалыс күндері қалай өтетін? Саяхат, жорықтар, ата-анасы ылғи жұмыста, қонақта әлде балаларының жанында? Әр адамның болашағын анықтайтын осы өмірде бір-ақ рет болатын балалық шақ. Бақытты ұрпақ өсіргіміз келсе, қазір өсіп жатқан болашақ естеліктеріне мұқият болайық. Жоғарыдағы сұрақтар үлкендерге бағдар болсын. Әлсіз ана. Оқушы кезімде бір кино көрдім. Күйеуі өзіне қол көтеретін ана ылғи еңіреп жылап үлкен қызынан қорған іздейді. Өмір бойы анасының зарын естіп келген қыз кезекті жағдайда шыдай алмай әкесін өлтіріп қойып сотталады. Сол кезде қызының болашағына балта шапқан анасына ренжідім. Қазір психолог ретінде түрлі адамдармен жұмыс істеймін. Көп адамның бақытты бола алмау себебі не екенін білесіз бе? Бала кезінде өз проблемасын балаға артқан әлсіз ананың құрбандары. Бала психикасының анасының проблемаларымен зақымдалуы, яғни баласына көп жағдайда сөз түсінетін тұңғышына мұңын шағу арқылы өз баласын өзге елден кек алу керек, бейбіт заманын қайтару керек, жарқын болашақ орнату керек әскер тәрбиелеп шығарған. Ол балалар қуану, бақытты болу, жеке өмір дегенді білмейді. Себебі анасының программалауымен өзге миссиямен өскен. Кім кінәлі? Балаға ол өз алдына бақытты болуы тиіс адам деп қарамаған ана кінәлі. Ана сөзі: мен өмір бойы сіздер үшін қиындық көріп келемін. Ананың меңзегені: сен болашақта есесін қайтаруың керек. Мен сендер үшін тұрмысқа шықпадым. Мені бақпай тастап алысқа кетпеуің керек. Сенің әкеңнің маған көрсетпегені жоқ. Әкеңнен кегімді алып бер, немесе енді сен мені бақытты етуің керек. Бәрін саған салып сен оқыттық. Енді сен қалған бауырларымды оқытуың керек. Түсінесіз бе? Әлсіз ана біліп, әлде білмей баланы қысымға алып, оны ортаға салып өз дегенін жүргізеді. Есесіне алысқа кетіп арманын орындай алмаған, жеке өмірін құра алмаған, әкесіне өкпесі қара қазандай реніш пен кекке, анасының амбициясына толы бақытсыз адам шығады. Ана ол ересек адам. Қай проблемасында, қай жүгінде баланы араластырмай өзі шешіп көтеру керек. Баланың жолы сіздікінен бөлек. Нағыз ана өзінің көргенін перзенті көрмей, анасыныкіне еш ұқсамайтын әдемі, дара жолмен жүрсін деп тілейді. Баланың болмысынан әппақ көңілін сақтаңыз. Ол әлі бақытты болуы тиіс. Қызым екеуміздің әңгімемізден: мама, сен әлі татуировка салдыртқың келе ме? Жазба авторы кішкентай әдемісін салдыртқым келеді. 18-ге баяғыда толып кеттің ғой, неге атадан әлі қорқасың? Папаңды тыңдамауға болады ғой. Мен атадан қорықпаймын, тек ақылын тыңдау керек. Адам бар кезде оны тыңдау керек. Оны дәл осылай сыйлап, тыңдау үшін ол да мықты әке болу керек. Алайда менің әкемде әкелер әлемде тек 1000 дана. Ал қалғандары сонда әке емес пе? Әр бала әкеге лайық. Сіздің күйеуіңіз ішкіш пе, жүргіш пе, табыс таппай ма, өте арам, сөзі көп, ұсақ адам ба, бәрібір. Ол тек сіздің проблемаңыз.
Баланың бұл мәселеге түк қатысы жоқ. Балаға әкені тауып әкелген сіз. Бала үшін әкені жақсы да жаман да қылатын сіз анасы. Қарсы қоймаңыз. Балам, қызым деп айтатын ұрпағынан бас тартпаған биологиялық әкесі бар екеніне қуаныңыз. Өз ренішіңізге қадалмай, балаңызды ойласаңыз, әкесін жақсы етіп көрсететін 90 себеп табылады. Тек ниет керек. Баланы әкесінен айырмаңыз.